Сәлеметсіздер ме балалар? Бізде бүгін 89-шы сабақ құстар туралы не білемін? Зат есімнің жіктелуі. Алдымен балалар біздің каналымызға тіркеліп, лайк және қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Дерек көздерден қажет ақпаратты табамыз, сөздерді жіктеуді білеміз, сөйлемдердегі сөздерге тиісті жіктік жалғауларын қосып жазамыз, Енді 23-ші жаттығу мәтінді оқимыз. Құстардың ішіндегі ең қырағысы сұңқар. Оның көзінің көткірлігі сондай, бір шақырым жердегі кішкентай жәндікті оп-оңай көре алады екен. Күн көзіне тік қарай алатын құс бүркіт, ал екі көзімен айналасына бірдей қарай алатын құс үкі ғана. Құстардың ішінде ең жақсы жүзетіні пингвин. Ол сағатына 30 шақырымға дейін жүзе алады дейді, Енді балалар, тапсырмаларды орындаймыз. Мәтіндегі құстар туралы мәлімет жина, оны сыныптастарыңа таныстыр дейді. Міне балалар, біздер мәтіндегі сұңқар құсы, бүркіт, үкі және пингвиндер туралы ғаламтор желісінен мәліметтер алып жазып қойдық. Балалар, осының ішіндегі қалаған құсты немесе барлық құстар туралы мәліметті жазып алуларыңызға болады, мәліметті қысқартып жазып алуларыңызға болады. Келесі 24-ші жаттығу ребусты шешуіндегі сөзді жіктеп жаз дейді. Бірінші балалар, біз нені көріп тұрмыз? Бұл суыр. Соңғы үш әрпін алып тастаймыз, с деген әріп қалады. Екінші ұлу, соңғы екі әрпін алып тастасақ ұл қалады, және ың қосамыз, сұң. Бұл қарға, соңғы екі әрпін алып тастаймыз, сол кезде бізде сұңқар деген сөз шықты, Енді ребустың шешуіндегі құс туралы дерек көздерден ақпаратты тауып кестені толтыр дейді. Міне балалар, алдымен біздер сұңқар деген сөзді жіктедік. Мен сұңқармын, сен сұңқарсың, сіз сұңқарсыз, ол сұңқар. Одан кейін біз ақпарат ғаламтор желісінен сұңқар құсы туралы мәліметтер жинадық және осы кестеге толтырып шықтық. Яғни құстың көлемі, ерекше белгілері, қандай қасиеттері бар және сұңқар құсының қандай пайдасы бар. Міне осы сұрақтарға жауап бердік. Келесі 25-ші жаттығу берілген жіктік жалғауларына сәйкес келетін зат есімдерді тап дейді. Қараңыздар балалар, біз мынандай зат есімдерді жаздық. Оқушымын, Маратпын, баласың, інісің, оқушымыз, дәрігерміз, қазақпыз, машинистпіз. Келесі, бұл сөздерге жіктік жалғауының әртүрлі жалғану себебін түсіндір дейді, Балалар, түбірдегі дауысты дыбыс пен түбірдің соңғы дыбысына байланысты жалғау жалғанады екен. Мысалы, жуан дауысты дыбысты түбірге, жуан дыбысты жалғау жалғаймыз. Және сөздің соңғы дыбысы дауысты, қатаң, ұяң болып аяқталуына байланысты да сәйкесінше жалғаулар жалғанады. Яғни бұл буын үндестігі және дыбыс үндестігінің заңдылықтарына сәйкес болады, Келесі 26-шы жаттығу көп нүктенің орнына тиісті жалғауын қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз дейді. Мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген. Мен оразбай емеспін, елдің жазықсыз, қылмыссыз адамымын. Біз бейбітшілікті сүйетін елміз. Сіз талантты ақынсыз дейді. Келесі 27-ші жаттығу сызбаға қарап, дәрігер сөзіне жалғанған жалғауларды ажырат, жіктік жалғаулар мен септік жалғауларын салыстырып, олардың өзгешелігін дәлелде дейді, Қараңыздар балалар, бірінші жіктік жалғауы жалғанған, бірінші жақта мен дәрігермін, және екінші жақтағы жіктік жалғау жалғанған, сен дәрігерсің. Ал дәрігерге, ге бұл бар септігінің жалғауы, дәрігерден, ден бұл шығыс септігінің жалғауы. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.